Қайырлы күн қыздар. Қолөнер мектебінің келесі сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта біз кіріспе қатарды, нөлдік қатарды қалай жинаймыз, шалуларды қалай аламыз, сол туралы сіздерге түсіндіретін боламын. Мен қолымызда біз тұр. Біздің кез келген түрін алсаңыздар болады. Мінекей мынадай екі қысқасын алсаңыздар да болады. Артында сымы барын алсаңыз да болады. Өздеріңіздің қалауларыңызға қарай. Жіпті осы бізді осы жіптердің қалыңдығына, жіңішкелігіне қарай аласыздар. Менде 3-тік нөмірге осы жіп сай келеді. Енді мен сіздерге қазір ең бірінші кіріспе қатар, яғни нөлдік қатар, ол қалай тоқылады, соны көрсетемін. Ол үлгі ретінде болады. Егер сіздер жемпір тоқитын болсаңыздар, болмаса белдемше тоқитын болсаңыздар, кеудеше тоқитын болсаңыздар, онда міндетті түрде артында сымы бар ұзынын аласыздар. Ал егер нәски деген сияқты кішкентай бұйымдар тоқитын болсаңыздар, онда осы біз жетеді. Ең бірінші кіріспе қатарды қалай тоқимыз, соны түсіндіремін. Мінекей жіптің ұшын аламыз. Кішкене бізге көп керек емес, өйткені біз 10 шалу аламыз. Себебін түсіндірейін. Үлгі тоқыған кезінде 10 шалу, 10 қатар алсаңыздар болады, болмаса 20 шалу, 20 қатар алсаңыздар болады. Сол кезде сіздер қиналмай жаңағы тоқып отырған жібіңіздің размерін шығарып аласыздар. Бізді алдық, жіптің ұзындығын мінекей өзімізге керектей шығарып аламыз да. Енді қыздар қалай қыламыз? Бірінші мінекей 3 саусақпен жіптің ұзын жағынан ұстап аласыздар. Саусаққа біреуін іліп аласыздар және бас бармаққа ілесіздер. Сөйтіп мінекей саусағымызбен қысып алдық. Енді бас бармақта тұрған жіпті айналдырып алсаңыздар болады. Бұл ең оңай түрі. Айналдырмай да істеуге болады, бірақ бұл ең оңай түрі болады. Мінекей айналып тұр ғой бас бармақта, былай тұр. Енді бізді осы бас бармақтың астынан кіргізесіз. Екеуін қатар ұстайсыз, мінекей. Қатар ұстайсыз да бас бармақтың астынан кіргізесіз. Мінекей бергі бетінен шығып тұр ғой. Сөйтіп арғы беттегі сұқ саусақтағы жіпті шалып алып бері қарай шығарасыз, мінекей. Сосын міндетті түрде астынан былай сол саусақта тұрған күйінде тартасыз. Сол кезде петляда тұрады. Қатты тартып та керек емес, бос қылуға да болмайды. Әрі қарай тағы да жалғастырамыз. Қараңыздар. Мына жіптің қысқа жағы бергі жақта бас бармақта қалды да, ұзын жағы әр жағында тұр. Жаңағыдай өзі ілініп тұрады да, енді мінекей бас бармақта тұрған жағынан астыңғы жағынан кіргізіп, сұқ саусақтағыны бері қарай шалып аласыз. Іліп аласыз, шалып аласыз, өзіңізге ыңғайлы. Негізі бас бармақтың астынан кіргізіп, бері қарай сол бас бармаққа кіргізген жерден жаңағы жіпті бері қарай шығарып алу. Сөйтіп бері тартасыз. Сол кезде бізде шалулар пайда болды, мінекей. Бас бармақтың астынан кіргізесіз. Сұқ саусақтағы жіпті іліп алып, бері қарай шығарасыз. Мінекей осылайша бізде кіріспе қатар, нөлдік қатар деуге де болады, кіріспе қатар деуге де болады. Мінекей нөлдік қатарды қазір санап алайық. 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10 болып тұр, қыздар. Тағы да 2 шалу тоқимыз. 12, себебі мысалға сіздерге 20 шалу ал десе, 20 шалу тоқып алыңыз десе, міндетті түрде тағы да 2 шалу қосасыздар. Себебі бұл бірінші шалу басы болады да, мына ең соңғы тұрған шалу аяғы болады. Бұл екеуі есептеген кезінде бізде размер шығарған кезде мына екеуі санаққа алынбайды. Қалған 10 шалу ғана санақта болады. Неге бізде 12 болды, енді бір бізді шығарып аламыз. Әрі қарай жұмысымызды бері қарай қойып алайық. Мінекей. Мынау қысқа жағымен тоқымайсыздар. Бұл қысқа жағы қалады. Мінекей қолға әрі қарай бетіп қойсаңыздар болады да. Әрі қарай қатарды жалғастырып, яғни бірінші қатар тоқылып кете береді. Бұл бізде кіріспе қатар, нөлдік қатарды жинау, шалуларды қалай жинаймыз? Бізге сол туралы түсіндірдім. Оңай деп ойлаймын, қыздар, ешқандай да қиындығы жоқ.
Бастысы мына қолға осыны 2 саусаққа іліп алып отырасыздар. Видеоны қайталап қарап, асықпай осы сабақты орындаңыздар. Сабақты орындап болғаннан кейін міндетті түрде топта есеп жібереміз, фото есеп жібереміз.